Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен күнделікті жасап жүрген еттен, фарштан жасап жүрген мантыңыздан бөлек ерекше, өте дәмді, өте пайдалы, шек қарын қосылған манты жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен мантының қамырын илеп аламыз. Мен мына қамыры дайын илеп қойдым. Жұмыртқа қосып та илеуге болады. Маған жұмыртқа қоспай жылы қайнаған сумен шым-шым тұз қосып илеген қамыр ұнайды. Өте әдемі болып шығады. Қамырымды илеп қойдым. Дайын видеоға түсірмеппін. Бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямын. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Рецепт құрамын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Алдын ала тұзбен жуылған, әбден тұзбен жуылған, иісі жоқ. Одан кейін тұзбен жуып алғаннан кейін шек қарынды суға қайнатып пісіріп алған дұрыс. Мен алдын ала пісіріп алдым. Шек қарынды ет тартқыштан өткізіп аламын. Шек қарынды тамаққа қоспас бұрын оны бөлек суға пісіріп алсаңыз, тоңазытқышта сақтай бересіз. Кез келген уақытта қуыруға, мантыға қосуға, кез келген тамаққа қоса бересіздер. Шек қарынды негізі балалар ұната бермейді, өкпе бауырды да көп ұната бермейді. Сол себепті оларды алдын ала пісіріп алып, мантыға, котлетке, одан қалды салатқа қосып жіберсеңіздер, балалар жеп қоятын болады. Шек қарын негізі денсаулыққа өте пайдалы тағам. Ет тартқыштан өткізген соң, мен ет тартқышқа өтетіндей қылып бұны турап алдым. Одан кейін барлық салмасын ет тартқыштан өткіздім. Яғни ет тартқыштан шек қарын өткізген соң басқа да салмасын бірден барлығын қосып, яғни үйде қандай көкөніс бар барлығын қостым. Барлығында ет тартқыштан өткіздім. Тұзын бұрышын салып жақсылап араластырдым. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Алдын ала қамырымызды 4 бөлікке бөліп алып, қамырымызды жаямыз. Мантаваркеге енді түйілген мантымызды салып шығамыз. Бұл жолы мен арнайы осындай мантаварканы майламай, осындай тор қолданатын боламын. Арнайы мантаваркеге арналған үстіне түйілген мантыларымызды қойып шығамыз. Үнемі осылай манты жасаған кезде соңғы қамырын орама қылып жіберемін. Ораманың қамырын осылай шағын, қатты үлкен болып кетпесін, қатты кішкентай болып кетпейтіндей осыны шағын қылып жайып, қалған мантының салмасын салып шығамын. Одан кейін орап мантаваркемізге саламыз.
түйілген мантының барлығын бетіне сұйық май жағып шығамыз. Газдың отына қоямыз. Суы қайнағаннан кейін 40-45 минутта пісіріп аламыз. Менде үнемі мантыны жасаған кезде қамырды артығымен елеп жатам. Себебі маған осыны артық қалған қамырдан лапша жасап қоямын. Арнайы лапшаның қамырын жасап, тоңазытқышта сақтаймын. Қажет кезде лапшаның сорпасына салып жіберемін. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Қамырдан лапшаның кеспесін турап шығамыз. Турап болғаннан кейін оны бір түнге арасына ұн сеуіп кептіріп қоямын. Бір кептіріп алғаннан кейін оны салафанға салып, тоңазытқышта сақтай бересіздер. Қажет кезде дайын сорпаңызға сала бересіздер. Қолдан жайылған лапшаның қамыры өте дәмді болып шығады. Мантымыз 40-45 минутта дайын болды. Өте дәмді, өте пайдалы, құрамы да ерекше, өзі де ерекше манты. Жасалу жолы өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, ұнаған болса, тегін лайктарыңызды аямай, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайын мантымызға кез келген аскөкті ұсақтап турап, немесе майонезбен, кетчуппен, немесе пиязбен сәбізді қуырып жіберіп, мантымен бірге ұсынсаңыздар болады. Ас болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.